Сәлем достар, қорқынышты история. Бірінші жастар YouTube. Біздің көп пачкасымен нәрсе қоямыз. Сол, енді айтайын. Қандай бар? Бір 10 қыз жиналайық деп, айтамыз. Сосын бүкіліміз біреуіміз қалмай, жарай жиналайық деп айтамыз. Сосын бүкіліміз жиналамыз. Бүкіліміз жиналғаннан кейін не болады? Кафе болады сол жерде. Сосын сол кафеге кіреміз. Ол кафені ішіп прям қорқынышты ғой, қорқынышты ғой. Бір ана жерде бекер келдім деп ішінен ойланасың. Сосын жүрейзензі до команды дедік. Сосын бүкіліміз бірімізден бүйтіп ұстап алғанбыз қолымыздан. Жоқ, өйстіп ұстап алдық қой. Жоқ, мынау бір қыздың қолы, мынау менің қолым. Өйстіп ұстап алдық, бір-біріміздің қолымыздан. Сосын мен қолымнан ұстап алдым, мен бүйтіп құшақтап алғам ғой. Еще так менің ортасына кеп алғам. Ана қорқып жатырмын. Еще андай отыратын жерде де андай ортасына отырып алғам ғой. Сосын мынандай 10 қызға біз осындай стөл кетті. Сол ең бір сосын андай не әкелді, тамақтардың несін. Тамақтарын алып келген бір кісі мас қой, удай мас екен. Сосын біз тош кеттік ана жерде. Енді не істеймін деп мен бүйтіп нағын ұстап алғам. Еще телефон қолымда. Сосын деп ана кісі біздің столға деп тош кетті. Мен қашайын десем қуанайыр. Қорқынышты екеніне сол кезде біз кірдік. Тура сол жерде біз кірдік. Сосын ана жерде есік ашық тұрған, біз кіргенде ана жерде есік ашық тұрған. Сосын бүйтіп ана масадан есікті бүйтіп тарс етіп жауып та құлыптап тастады. Ана жерде менің көзім банка болып кеткен. Сосын бүкіл екі қыз жанында бүйтіп ұстап алғам. Алып та емес қой, бүйтіп ұстап алғам. Екінші часть күтіңіздер.